Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін біз автосондағы жаңа сұрақтар талдайтын боламыз. Бұл біздің 38-ші видеомыз тестілді бойынша. Осыналдағы 37 видеоны біз YouTube каналға салып қойдық. Солардың барлығын міндетті түрде қарап шығыңыздар, егер де осы видеоға случайно кіріп кетсеңіздер. Егер де тест сұрақтарын сатып аламын деушілер болса, мен комментарийға WhatsApp нөмірді қалдырып кететін боламын. Ал ендеше кеттік, видеомызды бастайық. Жеңіл автокөліктің жүргізушісіне оңға бұрылуға рұқсат етіледі ме дейді. Реттеушінің қолын көрдіңіздер. Қызыл автокөлікке болады жүруіне. Бұл жерде біз қазір бағдаршамға бағынбаймыз. Енді қызыл автокөлік не істейді бұл жағдайда? А варианты: жаяу жүргіншілерге жол бермей рұқсат етіледі. Анда жаяу жүргіншілер бізде өтіп бара жатыр. Қызыл автокөлік не істейді? Тыйым салынады, жаяу жүргіншілерге жол беріп рұқсат етіледі. Бұл жерде жауап оңай. Жаяу жүргіншілерге жол беріп, сосын қозғалысын әрі қарай жалғастырады. С вариантын таңдаймыз, өйткені жаяу жүргіншілер өтіп жатыр ана жерде. Міндетті ол өткізуге. Қай белгі елді мекендерде жүру тәртібін белгілейтін ережелердің талаптары осы жолда күші жойылатын орынды көрсетеді? Құрметті достар, осы сұрақтың жауабын өздеріңіз тауып көріңіздер. Мен қазір пауза қойып, келесі сұраққа ауысып кетемін. Варианттарды қарап алыңыздар, суреттерді қарап алыңыздар, ешқайда асықпаңыздар. Мен қазір дұрыс жауапты белгілейін де келесі сұраққа ауысып кетемін. Бірақ сіздер көрмейсіздер ол жауапты. Давайте, 1 ма, 2 ма, 3 па, 4 па, 5 пе? Давай, активный болайық, комментарийға барлығымыз жазайық. Мен дұрыс белгілеген адамдарға лайк басатын боламын. Мен екінші сұрақтың жауабын белгілеп, келесі сұраққа ауыстым. Көрсетілген бағдаршамдар қозғалысты реттеуге арналған. Бұл бізде реверсті қозғалыс жолағы бойынша қозғалушы көлік құралдарының, Мен осы реверс жайлы жабық телеграм каналда түсіндірдім барлығына. Берілген белгілердің қайсысы солға бұруға тыйым салмайды? Қайсысы бізде солға бұруға тыйым салмайды? Бірінші белгі, ол бізде тыйым салады. Тура қозғалыс белгісі міндет деп тұр бұл жағдайда. Бірінші белгіде біз тек қана оңға жүре аламыз. Сондықтан онымен солға бұрыла алмаймыз. Екінші белгі, ол айдан анық, бізге көрсетіп тұр қалай жүру керектігін. Үшінші белгі, кері бұрылуға тыйым салынады белгісі, бізде солға бұрылуға тыйым салмайды. Сондықтан үшінші белгіні таңдаймыз. Ал қалғандары бізде уже вообще жатпайды. В вариантын таңдаймыз. Келесі сұраққа кеттік. 5. Жүргізушіге осы жағдайда кері бұрылуды орындауға рұқсат етіледі ме? Бізде тура қозғалыс белгісі және алдымызда барлық шектеулер аймағының аяғы белгісі. Осы белгіні өткеннен кейін рұқсат етіледі ме? Жоқ, тыйым салынады. Мінекей анықтамасы. Тікелей қозғалыс белгісінің қолданысы одан кейінгі қиылысқа дейін қолданылады. Одан кейінгі, мына қиылыс емес. 6-шы сұрақ. Жеңіл автокөлік жүргізушісіне берілген траекториямен тротуарға жолаушыларды шығару үшін жақындап келуге рұқсат етіледі, тыйым салынады, рұқсат етіледі тек бір жақты жүруге. Бұл жағдайда бізде қызыл автокөлік сплошной линияны өтіп кетпекші, қараңыздаршы. Қарамен белгілейді. Әрине тыйым салынады бұл жағдайда. Мүмкін емес даже. 7. Қара автокөлік жүргізушісіне оңға бұрылу мақсатында осылайша жолақ ауыстыруға рұқсат па дейді. Өте наглый. Бізде қара автокөлік жүргізушісі сплошной линияны кесіп кетті. Сондықтан бұндай қозғалыспен тыйым салынады. Сондықтан В вариантын таңдаймыз. Оңға солға бұрылар немесе бұрылыс жасар алдында жүргізуші жүргін бөлігінде тиісті шеткі орынды алдын ала алады дейді. Алдын ала дайындалып тұру керек еді.
Андаймен болмайды. Осы жол белгісі жүргізушілерді не туралы ескертеді? Жаяу өтпе жолдарға жақындау туралы ескертеді. Балалардың пайда болуы мүмкін жолдың учаскелері туралы ескертеді. Бізде В варианты дұрыс, өте оңай сұрақ. Келесі сұраққа кеттік. А9. Осы жол белгісі жүргізушіні не туралы хабарландырады? Жүргін бөлігінде велосипед жолының болуы туралы. Велосипедтер мен мопедтердің қозғалысына тыйым салады. Велосипед жолының жүргін бөлігін кесіп өтуі туралы ескертеді. Қай жауап таңдаймыз? Бұл жағдайда бізе ескертіп тұр, Нандай болады деп тұрған жоқ, бізе жай ескертіп тұр. Сондықтан С вариантын таңдаймыз. 10. Жеңіл автокөлік қандай бағыттарда қозғалысын жалғастыруы мүмкін? Солға және кері бұрылуға. Тек тура қозғалысқа тыйым салынады. Тура солға және кері бұрылуға дейді. Мінекей бағдаршам бізде жанып тұрды, жаңа ғана жасыл түсті. Қосымша бағдаршам. Бұндай жағдайда мына ақ автокөлікке кері бұрылуға және солға болатын еді. Бірақ мен ақ автокөлік жүргізушісі бізде үлгермей қалды. Солға және кері бұрылуға тек тура қозғалысқа тыйым салынады. Тура солға және кері бұрылуға дейді. Сондықтан бұл жағдайда ақ автокөлік жүргізушісіне көріп тұрғандарыңыздай қозғалысқа тыйым салынады. Өйткені үлгермей қалды ол. Енді тұрады күтіп солай. 11. Қандай жағдайда күндізгі уақытта көлік жүргізгенде күндізгі жарық шамдарын қосу жеткіліксіз? Күндізгі жарық шамдарын қосу жеткіліксіз. Тек тұманда, жаңбырда немесе қарда, жолдың көрінуі 300 метрден аз болғанда, қарда енді күндізгі жарық шамдарымен жеткіліксіз болады. Оны білесіздер өздеріңізде. В тек туннелдерде жүргенде. Ол бізде қандай туннель? Жарығы бар ма, жоқ па? Соған байланысты. Сондықтан біз екі жағдайда аламыз. Тізімде көрсетілген екі жағдайда. С варианты. Жауап дұрыс. 12. А1 қосымша санатына, яғни мопед санатына жататын көлік құралының жүргізушісіне тротуарлар бойынша қозғалуға рұқсат етіледі ме? Тротуар дегеніміз не? Яғни ол жерде адамдар жүреді. Енді мопедтерге бола ма адамдар жүретін жерде? Әрине болмайды. Тыйым салынады. Д вариантын таңдаймыз. 13. Бұл жағдайда оңға бұруға рұқсат ете ме дейді. Оңға бұрылуға рұқсат етіле ме? Рұқсат етілген, тыйым салынған. Қай жауап? Әрине рұқсат етіледі. Жауап дұрыс бізде. Келесі сұраққа кеттік. Бұл бізде жаңа сұрақ. Мынаны бірінші рет көріп тұрмын, жаңа шыққан сұрақты. 14. Жолақ бойымен қозғалуды жалғастыруға мүмкіндік бермейтін, қандай қозғалмайтын объект кедергі ұғымына жатпайды. Кептелісте тұрған көлік құралдары жол ақауы, ақаулы немесе зақымдалған көлік. Жол бойымен қозғалуды жалғастыруға мүмкіндік бермейтін, қандай қозғалмайтын объект кедергі ұғымына жатпайды. Жол ақауы, ақаулы немесе зақымдалған көлік дейді. Әрине бізге кептелісте тұрған көлік құралдар. Ол кедергі емес қой бізге. Егер бір жағдайда ДТП болса, андай-жандай тағы да басқа жағдайлар болса, ол бізге кедергі болып саналады. Ал бұл бізге жатпайды. Достар, бізге жаңа сұрақтар көбейіп жатыр неқта. Жарқылдық маяға қосылған және арнайы дыбыстық сигналдары бар автокөлік жақындаған кезде жаяу жүргіншілер не істейді? Яғни бұл бізде май қызметкері оған жол береді ме? Ода жарқылдақ шамшырағы және дыбыстық сигналды бар, Сондықтан автокөлікке жол береді жаяу жүргіншілер. Жауап дұрыс. Көрсетілген белгілердің қайсысы бірнеше белгінің бір уақытта әрекет ету аймағының аяқталғанын білдіреді? Қайсысы достар? Әрине 4-ші белгі. Осылардың барлығын аяқталғанын білдіреді. Да варианты. Жаттап алыңыздар осы сұрақты. Көзбен жаттай беріңіздер достар. Қиналып қажет жоқ. Көзбен чисто. Дұрыс жауабын қарап алдыңыздар, жаттап алдыңыздар.
Көлік құралын басқарған кезде жүргізуші шаршаған немесе ұйқысыз күйде болса ұсынылады межелі жерге тезірек тырысуға. Бұлардың барлығын оқымай-ақ қойын, дұрыс жауапты белгілейін. Көлікті тоқтатып демалу С варианты бізде. Демаласыздар. 18. Жол қозғалысы қатысушыларының қайсысына автомагистрал бойынша жүру ережелерін бұзды. Автомагистрал, бұл жайлы бізде YouTube каналда видео бар, соны қарап шығыңыздар. Пайдалы ақпараттар өте көп. Енді автомагистралда бізде тракторге болады ма жүруге? Тыйым салынады. Велосипедшіге болмайды тоже. Жаяу жүргіншілерге болмайды. Сондықтан кім барлығы бұзды, С варианты. Бізде барлығы бұзды. Все, 19. Егер реттеуші сіз қиылысқа шыққаннан кейін қолын жоғары көтерсе, қозғалысты жалғастыруға рұқсат етіледі ме? Қолын рұқсат етіледі. Оңға бұрылсаңыз рұқсат етіледі, тыйым салынады. Қолын жоғары көтерсе, рұқсат етіледі бізде. Жүргізуші жол қиылысына кіріп қойғандықтан қозғалысты жалғастырып, оны өзі таңдаған бағыттарда қалдыру керек. 20. Елді мекенде ашылмалы көпір жол белгісі қандай қашықтықта орнатылады? Елді мекенде деп тұр. Сондықтан біз 50-100 метр таңдаймыз, Өте оңай сұрақ. Елді мекеннен тыс қандай бізде? Елді мекеннен тыс, достар. Давай, комментарийға жазып кетіңіздер. Қалай болады елді мекеннен тыс? Қанша метрде? 21. Жеңіл автокөлік жүргізушісі жүк автокөліктерін басып озуды орындай алады ма? Так, бұл жерде бізде жүк автокөліктерін дейді. Жүк автокөлікті емес, біреуін ғана емес, екеуін деп тұр, Бұл жағдайда, мүмкін дегенді басып қалсаңыздар, сізде ошибка уже. Уже ошибка. Бір сұрақтан қанша жауап бердіңіздер уже. Енді жауаптарды оқысақ, В. Жүру барысы бойынша тек бірінші жүк автокөлігін егер қиылысқа дейін басып озу аяқталса. Біреуінің өзін басып озу үлгерсе басып озып, қиылысқа дейін. Сондықтан В вариантын таңдаймыз. Көбісі бұл жақта шатастыратыны көп мағынада және бір затқа ғана айтылуы мүмкін. Мысалға автокөліктерін немесе автокөлік деп. Сондай сұрақтар бар мынаның ішінде. Ол сұрақтар бізді қателестіреді, дұрыстап оқымасақ. Осы жол белгісі қалай аталады? Тұрақ орны, кемпинг, демалуға арналған орын, жасыл аймақ немесе жағажай. Бұл бізде кемпинг, Кемпинг. 23. Қай көліктің жүргізушісі маршрутты көлік құралдары болмаған кезде елді мекенде аялдау ережелерін бұзды? Маршруттық дейді. Көк және ақ бәрі бұзды, ешкім бұзбады, тек көк дейді. Қайсы бұзды бізде? Ақ автокөлігі бізде. Қателеспесем, тек қана көк бұзды. Көк. Сіздер тупы тұрмауларыңыз керек автобус тоқтайтын жерге және 15 метр болу керек. Алдынан және артынан остановкадан. Аялдамадан. Ой, қатып жатыр бізде. Жауапты белгілеп қоя жаздадым ғой. Жараланған жерде жаралғыш дене болған кезде қандай әрекет жасауға болады? Жараны емдемейді затты тез жұлып алу, антисептикалық таңғышты жағыңыз. Жараны үстіне жгут қою, жарақатты жұлып алу объект, жараны антисептикпен емдеңіз. С. Жараланған затты жараның ішіне қалдырыңыз, бекітіңіз, оны айналасына таңғыш салыңыз дейді. Д. Саусақпен қысым жасау, жгут учаскеден жоғары қою жаралар. Неде жүр? Жгут учаскеден жоғары қою жаралар, жараланған затты жұлып алу, таңғыш салу дейді. Так. Мен В мен С варианттары келіп тұр бұл жағдайда. Так, медициналық сұрақтардан кішкене төмендеуім, енді мойындаймын оны. Так. Қай жауап бізде дұрыс? Құрметті достар, бұл жерде біз жараны алмайтын сияқтымыз, ішінде қалдырып кетеміз. Өйткені оны арнайы мамандар келіп өздері алу керек.
Енді қай жауап дұрыс бізде? В мен С варианттары маған келіп тұр. Енді қайсысы бізде жараны қалдырады ішінде? С варианты, жараланған затты жараның ішінде қалдырыңыз, бекітіңіз, оның айналасына таңғыш салыңыз. Мінекей осы жауап бізде дұрыс сияқты. Өйткені біз жараны алуға құқығымыз жоқ, өйткені оны арнайы мамандар алады. Бұл белгі қай көлік құралдарына жүруге тыйым салады? Бұл бізде нақты салмағы 7 тоннадан асатын көлік құралдарына. Нақты салмағы. 26. Бағдаршамның қызыл және сары сигналдарының бірлесуі нені білдіреді? Бағдаршам ақауларының болуын, қозғалысқа рұқсат береді, реттелмейтін қиылыс туралы ескертеді, қозғалысқа тыйым салады және жасыл сигналдың қосылатыны туралы ескертеді. Мінекей Д варианты бізде дұрыс. Екеуі бір мезетте жанса, енді бізде қандай тұсқаны қалды? Жасыл тұсқаны қалды, жасыл жанады сондықтан. 27. Қызыл автокөлік жүргізушісі қиылыстан өтер кезде жол береді. Екі көлік құралына да, тек жүк автокөлігіне, ешкімге, тек жасыл автокөлікке дейді. Бұл жерде кім бірінші өтеді? Жасыл автокөлік өтеді. Сосын кім өтеді? Қызыл автокөлік. Сосын жүк автокөлік өтеді. Сондықтан қызыл автокөлік кімге ғана жол береді? Жасыл автокөлікке ғана, Д варианты. Өйткені мына белгіге біз бағынып тұрмыз. Басты жол белгісіне. 28. Осы белгінің қолданылу аймағында аялдауға рұқсат етіледі ме? Аялдауға дейді. Маршруттық көлік құралдарына ғана рұқсат етіледі. Мінекей А варианты бізде дұрыс. Қалған оқымай ақ қойсақ та болады. Өйткені бұл жерге тек маршруттық көлік құралдары, яғни автобустар. Барлық автобустар емес, үкіметтің автобустары, 29. Осы жол белгісі жүргізушіні не туралы хабарландырады? Реверсті қозғалысы бар жолға шығу, қиылыста тура рұқсат етілген қозғалыс бағыты туралы, бағдарлы көлік құралдарына арналған жолағы бар жолға шығу, бір жақты қозғалыс бар жолға шығу. Мінекей бізде Д варианты дұрыс. Бір жақты, яғни бәрі бір жақты жүріп жатыр. Өте оңай. Анықтаманы